Өте ызақор адаммын. Виктор Франклдың таза адами болмыстың өзінде агрессия жоқ деген пікірін қазақша қиссамен жеңіл түсінуге болады. Бағзы заманда бір ғұламаны бір жігіт іздеп келеді. Шай ішіліп жөн сұрасып болған соң тана қарт: "Сүт сұрай келсең, шелегіңді жасырма" деген. "Бұйымтайыңды айта отыр, балам" дейді. Ақсақал: "Менде бір қиындық бар. Соның дауасын бірі білсе, сіз біледі" деген соң іздеп келдім, дейді жігіт. "Иә, не қиындық? Өте ызақор адаммын. Ашу-ыза қысқанда жан-жағымда жайпап кетем. Не істеп не қойғанымды өзім ұқпаймын. Осы бір туабітті ит мінезден құтылатын жол бар ма? Сізді ұлықпан хакім сияқты жанның дауасын біледі" деген соң келіп отырған бетім. "Түк те қиын емес. Қолмен жылғандай жоқ қыламын." "Ой, ақсақал, тіптен жақсы. Жоқ қылыңызшы. Әбден абыройсыз болып біттім." "Қане, қайда?" "Не қайда? Ашу-ыза кегін қайда? Әкел, алып тастайын. Ұшын ұстатсан болды, қалғанын өзім қатырамын. Қане, көрсет маған ашу-ыза кегіңді." "О, ақсақал, қызық адам екенсіз. Табан астында оларды қалай көрсетемін? Жаңа ғана туа бітті бойымда мінезім бар дедің ғой. Ашуланып жан-жағыңды жайпасайшы. Не ғып отырсың?" "Енді ол үшін сондай сәтті күту керек. Ашуланатын кез болады. Осы отырған бетімде қалай ашуланам?" Міне, көрдің бе? Ашу-ыза, кек, зіл деген туа бітті мінез емес. Ол жолдан қозылады. Туа бітті жолдасың болса, осы жерде соларды көрсетуің керек еді. Көрсете алмадың. Соған қарап олардың бойында жоқ екенін білуге болады." "Ақсақал, сонда қалай болғаны?" "Солай. Бойында туа бітті мейірім, махаббат, кешірім, тәубе, сағыныш, әділет қана бар. Қазір осы отырысында маған мейірім, махаббат танытшы десем таныта аласың ба? Мені кешірші десем кешіре аласың ба?" "Иә, міне, көрдің бе? Бұл қасиеттер туа бітті бар. Оларды қашан келер екен деп сырттан күтіп отырмайсың. Ашу-ыза ғана сырттан кеп адамды жынды қылады. Сырттан келген ит мінезді денеге дарытпауға болады. Жан дүниеңде туа бітті не бар, соны дамыт та солармен ғана өмір сүр. Сонда сенен асқан бақытты жан болмайды" дейді. Жігіт: "Түсіндім, ақсақал" дейді де үйіне жадырап қайтады. Ашулану адамның көркем мінез құлқын төмендетіп, денсаулығына зиян келтіреді. Ашудың денедегі ең үлкен зияны жүрек пен бүйрекке әсер етеді. Себебі ашу денедегі қан айналым жүйесінің ауытқуына барады. Қан тамырларының тарылуына себеп болады және қанның еркін айналуына мүмкіндік бермейді. Сол себепті дәрігерлер жүрегі ауыратын адамдарға ашуланбауға кеңес береді. Сондай-ақ адам ашуланған кезде қанның құрамындағы қант мөлшері артады. Адамның санасын игере алмауының себебі қан айналымының нашарлауынан болады. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам нағыз күшті палуан, қаһарман, бәрін жеңген адам емес. Ашуланған кезде нәпсісіне ие болып, ашуын жеңе білген адам нағыз палуан деген. Ашумен басталған іс абыройсыз аяқталады. Қазақ мақал-мәтелі.